Түркістан облысында психология қолдау орталығы 2024 жылдың 24 шілдесінде 748 қаулы бойынша ашылған. Сол бойынша қазір біз жаңадан ашылған орталық болғандықтан бізде орталықтың ішінде екі бөлім бар. Біреуі әдістемелік бөлім, екіншісі психология жұмыс бөлімі. Психология жұмыс бөлімінде 111 байланыс орталығы бар. Біз 111 байланыс сенім орталығы Астана қаласында, колл-центр Астана қаласында орналасқан. Барлық мектептерде QR-кодтар ілінген. Бала өзіндегі қандай да бір мәселелерді сол QR-код арқылы немесе 111 байланыс орталығына хабарласу арқылы өзінің жаңағы мәселесін айтады, ішкі ойын анық толыққанды жеткізе алады. Және де ол проблеманы бізде Астана қаласы біздің орталыққа, яғни біздің психология қолдау орталығына хабарлайды. Біздің орталықтың ішінен әдістемелік бөлімнен және психологиялық бөлімнен біздің заңгерімізде бар. Барлығы бірлесе отырып мобильдік топ құрылып, сол бойынша қай ауданнан түсті, сол ауданға барып, сол ауданмен жаңағы болып жатқан мектепте жұмыс жасалынады. Егер күрделі мәселелер болып жатырса, ол жаңағыдай опека, жаңағыдай отбасы қолдау орталығы, бұл жерде барлығы жұмылдыра отырып, сол мәселені шешуге ат салысады. Және де біздің орталықтың өзінің ішінен ашылған сенім телефоны бар. Номері 700-111-01-13 номерлі. Ол номерде бізде дәл қазір біз қоңырау қабылдаймыз, QR емес қоңырау қабылдаймыз. Ол не үшін деген сұрақ туындаса, 111 байланыс орталығы Астана қаласында ғой, ал біздің өзімізден мәселеміз өзімізде қалсын, орталық шешсін деген мәселеменен біз өзімізден тағы да сенім телефоны құрылған, өзіміздің орталықтан. Ол кезде аудандардағы түскен жаңағы қоңыраулар біздің орталыққа түседі ол кезде. Және бізде әр аудандарда координаторлар бар. Координатор дегеніміз сол ауданның өзінде отыра отырып, біздегі енді мысалға Созақ ауданын алайық. Созақ ауданы өте алыста болғандықтан қыса мезгілінде келе алмайды ғой, бізде қандай мәселе болып жатса, бізге хабарласа алмайды деген сияқты. Сол кезде координаторларға хабарласа отырып, координатор бізбен тығыз байланыста отырып, сол мәселені біз бара алмайтын болсақ, мобильдік топ сыртқа шыға алмайтын жағдай болғанда жағдайда, сол жақта отырған координаторлар жұмыс жасайды. Біздер жаңа айттым, күрделі мәселе болып жатса, бізде мобильдік топ құрылып барады. Енді кейбір жағдайларда болып жатады, әттеген-ай дейтін кездер болып жатады. Біздің QR-ларға жаңада буллинг көрсетті, ақша жинау болды деген сияқты хабарлама келіп түсіп жатады. Оны анықтау барысында біз соншама күшті жұмсақ барып жатырмыз, ал ол кейбір анықтамалар жалған ақпарат болып та жатады. Ондай жалған ақпараттың салдарынан біздер түсініктеме, ата-анасын шақыртып, түсініктеме аламыз, балаға түсініктеме алғызып, барлық оқушыларға түсіндірме жұмысын жүргізіп, сауалнамалар алып, тренингтер өткізіп, сол жерде толыққанды қамтып өтеміз. 2024 жылы ашылды дегенменен бізде 2025 жылдың 21 қаңтарынан бастап сенім телефоны іске қосылды. Және сол уақыттан бері бізде 170-тен аса қоңырау түсті. Оның басым бөлігі буллинг көбінше, зорлық, зомбылық, мұғалім тарапынан қысым көру, ата-ана тарапынан қысым көру, басым бөлігі осылар. Жалпы көп қазіргі таңдағы балалар көпшілігі анонимді болған қалайды. Айталық енді оңтүстік өңірде адам көп болғандықтан, біріншіде, екіншіде көпшілігі бір-біріне таныс туыс болғандықтан өзінің мәселесі өзінде болғанын қалайды. Қазіргі таңдағы жастардың, жасөспірімдердің интернетке, әлеуметтік желілерге әуес болуының да себебі осы. Яғни тікелей қарым-қатынастан қашқақтап, яғни өзінің мәселесімен өзі қалғандықтан, соның нәтижесінде мектеп психологына болсын, басқаларға болсын, жақын адамдарына мәселесін ашып айтқысы келе бермейді кейбір жағдайларда. Және біздің мекеменің тағы бір артықшылығы айта кетерлік, сол сырттан келген маман ретінде біздерге келетін болса, психологтың негізгі этикасына негізделе отырып, біз ол мәселені сырттан келген адам ретінде талқылап, соған бір сырттай көмек бере аламыз. Сонымен бірге бұл жерде психологпен әңгіменің толық конфиденциалды болатынына, бұл мәселенің сыртқа шығып кетпейтініне таныс болғандықтан, біріншіден, екіншіден, оның үстіне енді жоғары инстанциядан келген маман болғаннан кейін оның кәсібилігіне енді бейсаналық деңгейде көбірек сенгендіктен кейде балалар тікелей біздің орталыққа обращаться етіп жатады, яғни сұраныс беріп жатады. Жоғарыда әріптесім айтқандай 111 байланыс орталығына тоже келіп түскен көптеген қоңыраулардың өзі кейбір
облыста жалпы республикада сондай мәселелер бар екендігін және ол мәселелер өз кезегінде жергілікті жерде дейміз ғой, сол мектепте болсын, ауданда болсын шешуге кішкене жағдай толық жасалмағандығын, яғни сырттан вмешательство дейміз ғой, араласу қажет ететіндігін көрсетеді. Біздің мекеменің атқаратын тағы бір функциясы сол осыған жатады.